Егер де әр негатив ой үшін мемлекет сізге ақша алса не істер едіңіз, немесе әрбір сіздің позитивті ойыңыз үшін мемлекет сізге ақша төлесе не істер едіңіз? Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Джон Кехоның «Подсознание может все» атты кітабына шолу жасайтын боламыз, және де осы екі сұрақтың жауабын сіздерге мен қысқаша түрде түсіндіріп кететін боламын. Жалпы осы сіздерге алдымен Джон Кехоның қысқаша өмір туралы айта кетейін. Бұл жаңағы «Подсознание может все» кітабы бұл психология саласында ең көп таралған, яғни ішінде пайдалы мәліметтер көп жаңағы хит кітаптардың бірі десем болады. Яғни осы достар, Джон Кехо ең алдымен кедей адам болған, яғни бұл бар тіршілік күн, бар өмір жаңағы орманда жүріп, орманның суын ішіп, және де орманның орманнан жүзім жеу арқылы өзінің өмірін сүрген болатын. Яғни сол кезде Джон Кехо айтады екен, бір жүзім жесе, оның ішіне жаңағы бір дәнек сүйек шығады ғой, сол сүйекті менде жинай отырып, менде бір сүйек емес, менде бір жүзімнен 10 сүйек шықты деп солай айтады екен. Екінші жүзім жегенде бұл менде екінші сүйек емес, менде бұл 20-шы дәнек деп солай өзіне жаңағы миымен жұмыс жасау арқылы қарап отырсаңыз, жоқ заттан бар затты жасап отыр. Сол сияқты достар, жаңағы сіздерге айтқым келгені, яғни түсіндіргім келгені, позитивті ойлау және де негативті ойлау. Бұл жерде жаңағы Джон Кехо өзінің мышлениесі арқылы дамып, яғни сол мышлениесімен жаңағы бар зат, жоқ заттан бар затты жасау арқылы дамып, жаңағы өзінің жаңағы танытқан адам болатын. Өзін танытқан ғалым болатын. Сонымен қатар жаңағы Джон Кехоның осы позитивті ойлау және негативті ойлау жаңағы осы кітабында тақырыбында айтылған. Яғни негативті ойлау бұл жаңағы сіздің арманыңызға, мақсатыңызға жаңағы жол бермейді. Яғни сіз негативті ойлайсыз, бірақ сізге жаңағы өзіңіздің мақсаттарыңыз өте биік белестерден тұрады, бірақ оларға жаңағы әрекет жасауға сіздің ойыңыз кедергі жасайды деген болатын. Ал позитивті ойлау, яғни позитивті ойлауға келетін болсақ, бұл жерде жаңағы сіз позитивті ойлау арқылы өзіңіз жаңағы алға қойған мақсатыңызға, алға қойған арманыңызға жаңағы өзіңіздің ойыңыз арқылы әрекет жасайсыз, және де сол әрекет жасаумен қатар сіз өзіңізге былайша айтқанда мотивация бересіз. Солай жаңағы өзіңізді мышление арқылы дамыту, былайша айтқанда позитивті ойлау. Ал достар, каналым ұнаса тіркеліп кетіңіздер. Бүгін сіздермен осы екі тақырыпты айтқым келген болатын: позитивті ойлау және де негативті ойлау.